Әпкеміз Расулға жыр арнап кетсе, елшіні Валентиннен ардақты етсе, шынымен тамашаңыз сол емес пе? Інісі әдем әнмен жалғап кетсе, ақыны жеті судың жырмен жүрсе, батыры тура сөйлеп дінмен жүрсе, жаратқан жер иығы жеті суды, әкімі одан әрі гүлдендірсе, ізгілік аңсамай ма қаншама адам, ел үшін жақсы басшы шаршамаған, Расулды қарсы алған аңсарлардай, қарсы алсын имамдарды аңсар ағам. Тамаша тахаджудпен таң атырса, артынан 5 таң намазы тақ оқылса, тамаша алғы сапқа барғаныңда, тәспісін санап 4-5 шал отырса, тамаша бесін кірер тал түс болса, қазағым бір масхабты жалпы ұстанса, салауат пайғамбарға көп айтылса, жамағат бір-бірімен тартысқанша, тамаша оқығаның асыр болса, сабырың ашуыңнан басын болса, қадірлі құл болайық бір Аллаға, адасып әркімдерге бас ұрғанша, құрметті құл болайық жаратқанға, жаңылып әр нәрсеге бас ұрғанша, тамаша оқылса егер шам намазы, мұсылман қанағатшыл барға разы, әлемнің иманға кеп әр қазағы, болса екен бәріңізден Алла разы. Тамаша оқығаның құтпан болса, елшіден көркем мінез жұққан болса, қазағым 5 уақыт намазға кеп, дінімнің қасиетін ұққан болса, тамаша құтпаннан соң өтір болса, тіліңде ғайбат емес зікір болса, әр үйден ұшар түзу түтін болса, іргесі еліміздің бүтін болса, қазағым мәңгілік ел сен боласың, аузыңда жаратқанға шүкір болса. Тамаша әр қазақтың жолы болса, бауырлар бір-бірінің қолын алса, тамаша 5 уақытта барлық мешіт секілді жұма намаз толы болса, әлемде иманға кеп исі қазақ, төрінен жәннат бақтың орын алса, әлемде иманға кеп әрбір қазақ, төрінен фердаустың орын алса.